Темірлан, сенің домбыраға деген махаббатың қалай ашылды? Ерке сылқым күйді естіп, домбыраға махаббат ашылды. Күшті. Менде де тура сондай жағдай болды. Басында домбыраға барып жүрдім, кеңес, теген көп деген халық күйлерін үйреніп, сосын бір күндері қасында Бауыржан деген бала болды. Ол домбыраға қатысып жүрді, тоже менімен бірге. И ол балбырауын деген күйді ойнап жатты да. Сол күйді естіген кезде кәдімгідей мен анау қатты қызықтым домбыра. Орнынан тұрып кеттім да, барып апайдан сұрадым, апай маған осы балбырауын деген күйді беріңізші, осыны үйренейін деп. Сөйтіп апай маған нотасын берді, мен үйге барып оны бір күн талдап, өзім жаттап алдым, қатты ұнағандықтан. Енді ол балбырауын деген негізі бастапқы үйренуге қиын күй ғой, сол кезде соны шығарып, ары қарай ерке сылқым, адай деген күйлерді жалғастырып, міне осы күнге жетіп жатырмыз. Сол кездегі мұғалімге үлкен рахмет айтқым келеді. Алу апай, сізге мың алғыс. Шәкіртімізбен бірге рахмет айтамыз.